Сәлем достар, сіздермен бірге бәріне керек арнасы. Сіз өз өміріңізде гормондарды тексеріп көрдіңіз бе? Иә, гормондар өзіміздің өміріміздегі маңызды рөл атқаратынын біз көбінесе мән бермейміз. Гормон дегенді естігеніміз болмаса, оның қандай қызмет атқаратынын адам өміріндегі маңыздылығы туралы ойланып көрмегеніміз анық. Жалпы гормон деген не? Алдымен осыны анықтап біліп алайық. Гормон эндокриндік бездер шығаратын биологиялық белсенді заттар. Эндокриндік бездер гормондарды қанға шығарады. Қанмен бірге гормондар бүкіл денеде жүреді. Зат алмасуды және белгілі бір ағзалардың жұмысын реттейді. Адамның 9 эндокринді бездері бар екенін білесіз бе? Олардың әрқайсысы бірден бірнеше гормонға айналады. Кейбір ағзалар нақтырақ айтқанда бүйрек, асқазан, ішек жолдары және бауыр гормондар шығаруға көмектеседі. Мидың кішкене бөлігі болып табылатын гипоталамус барлық гормондардың жұмысын ұйымдастырып реттеуші. Егер гормонның бөлінуінде ешқандай кінәрат болмаса, адам өзін жақсы сезінеді, әрі денсаулығы жақсы болады. Ал егер гормон дұрыс бөлінбесе, онда денсаулығы сыр береді. Өзіңізді шаршаңқы сезініп, күні бойы дел-сал болып жүрсеңіз, ештеңкеге зауқыңыз соқпайтын болса, онда гормоныңда бұзылыстың бар болуы мүмкін. Ал гормонның қалай жұмыс істейтінін білесіз бе? Таңғы 6-ға дейін ағзаңызда бақыт гормоны, яғни серотонин оянады. Таңғы 6-дан бастап кортизол оянады. Бұл гормон ағзаңызға күні бойы қуат береді. Ал егер ұйқыдан тұра салып 500 мг су ішіп, таңғы жаттығуға кіріссеңіз, онда стресс гормонын шайып жібере аласыз. Таңғы 7-де мелатонин гормоны бөлінуі тоқтайды. Өз орнын жыныс гормондарына босатады. Әрі қарай ұйықтаудың қажеті жоқ. Таңғы 8-де жыныс гормоны өз жұмысын бастайды. Міне осы кезде жаттығу жасап, спорт залына барсаңыз, ағзаға өте пайдасы мол болады. 10 мен түскі 2 аралығында нейрогормон қызметке кіріседі. Ол есте сақтау қабілетінің жақсаруына, мұқияттылық танытуға, қырағы болуға септігін тигізеді. Кешкі 5-терде кортизол жұмысын баяулатады. Маңызды шаруаларды қабылдауды кейінге шегересіз. Ал спортпен айналысуға үзілді-кесілді қарсылық танытыңыз. Дене қызуы төмендеп, жаныңызға жылу іздейсіз. Осы кезде мейлінше отбасыңыздың, жақындарыңыздың жанында болуға, оларды құшақтауға тырысыңыз. Түнгі 10 уақытында наркотикалық қасиет бар. Бұл кезде эндорфин гормоны бөлінеді. Тап осы уақытта ұйқыға жатсаңыз, түніңіз тыныш әрі жайлы болады. Сонда күні бойы алған стресстен арыласыз. Шаршау басылады, әрі таңертең сергек оянатын боласыз. Түнгі 2 уақытында өсу гормоны оянады. Кішкентайларды тәтті ұйқы құшағына алып кетеді. Ал үлкендердің сұлу әрі өмір бойына жас қалпын сақтап қалуға ықпал ететін гормон. Гормонның бұзылуына не себеп болуы мүмкін? Ұзаққа созылған стресс және толқулар әрине. Бір жағдайға байланысты осындай мазасыздыққа тап болсаңыз, кортизол атты гормонның бөлінуі бұзылады. Гормондық дәрілерді қабылдау есіңізде болсын. Егер де біреуден естіп гормондық дәрілерді қабылдаушы болсаңыз, ол өте дұрыс емес. Аурулардың белгілері бірдей болғанымен сіздің ағзаңыз ауруыңызға басқаша әсер етіп кетуі мүмкін. Міндетті түрде арнайы маманның кеңесін алғаныңыз дұрыс. Тұқым қуалау, өкінішке орай осы себептен гормонды бұзылыстар орын алса, оны емдеу қиынға соғуы мүмкін. Дұрыс тамақтану керек. Кейбір тағамдардың құрамында гормонның бөліне кедергі жасайтын заттар болады. Сондықтан да мейлінше дұрыс тамақтануға әдеттенгеніңіз дұрыс. Гормонның бұзылғанын қалай білуге болады дейсіз ғой? Егер гормон өз деңгейінен асып кетсе немесе кеміп қалса, ағза мынандай белгілерге ұшырайды. Әлсіздік, естен тану немесе себепсіз салмақ жоғалту, безеу басу, бөртпе шығып кету, инсулиннің жетіспеуінен қант диабетінің пайда болуы, шаш түсу, әйелдердің денесіне түк пайда бола бастайды, ұйқысыздық, төсек қатынасқа құштарлықтың бәсеңдеуі. Егер осы белгілерді байқасаңыз, өз бетіңізше ем алуға асықпаңыз.
міндетті түрде эндокринолог дәрігердің қабылдауына жазылғаныңыз дұрыс. Гормон бұзылысын қалай анықтаймыз? Маңызды ағзаларды УДЗ, яғни УЗИдан өткіземіз. Тамырдан қан тапсырасыз. Бас миды компьютерлік томографияға түсіресіз. Осы сараптаманың қорытындысына қарап, арнайы ем шараларды жүргізеді. Емдеу жолдары арнайы диета, гормондық терапия, яғни дәрі, пластир, крем және екпе дәрумендер терапиясын беруі мүмкін. Емді дәрігердің тағайындауымен ғана жүзеге асырған жөн. Гормондардың бұзылысы және шамадан тыс гормонның бөлінуі сіздің салмағыңызға да әсер етуі мүмкін. Сондықтан, құрметті достар, өз денсаулықтарыңызға мән беріп қараңыздар. Сіздермен бірге болған плюс бәріне керек арнасы. Біздің арнамызда алыстамаңыздар.